Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Наполеон тортын пісіретін боламыз. Ең алдымен ұнымызға мұздатқышта тұрған сары майымызды алып, ірі үкіштен өткізіп, оны ұнға араластырамыз. Май мен ұнды араластырып қойғаннан кейін, келесіде 1 стакан суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып араластырып, оған 1 жұмыртқаны жарып қосамыз. Және ас содамызға кішкене ғана уксус құйып, яғни сірке қышқылын құйып, оны өшіріп, барлығын жақсылап араластырып алу керек. Осы қоспамызды май араласқан ұнымызға қосып, қамыр илейміз. Қамырдың иін қандырып, жақсылап илеу керек. Бұл торт өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Қамырды жақсылап илеп алғаннан кейін, оны 8 не 10 бөлікке бөліп, әрқайсысын домалақтап, пакетке салып, мұздатқышқа 1 сағат көлемінде қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін біз мұздатқыштан қамырымызды алып, оның әрқайсысын жеке-жеке жайып шығамыз. Қамырды өте жұқа қылып жаю керек. Және оны домалақтап кесіп аламыз. Қамырымызды пісірген кезде көтеріліп кетпес үшін шанышқымен піспектейміз. Осылай біздің күлшелеріміз дайын болды. Енді біз оның арасына жағатын кремді дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 1 жұмыртқаны жарып, үстіне шекерімізді салып, және аздаған ұн салып, ұрғышпен жақсылап араластырып аламыз. Оған кішкене сүт құямыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қалған сүтімізді құямыз. Енді осыны газдың үстіне орташа отта жаймен пісіріп алуымыз керек. Мінекей креміміз дайын болды. Кремді оттан түсіріп, оны сәл суытқаннан кейін үстіне сары майымызды қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып алып, дайын тұрған күлшелеріміздің арасына біртіндеп жағып шығамыз. Бұл жерде күлшелер қатты болып тұрады. Оған жылы кремді қосқаннан кейін күлшелеріміз жұмсарады. Әрине, оны 5-6 сағатқа бөлме температурасында қойып қою керек. Сол кезде біздің креміміз күлшелерімізге сіңіп, күлшелеріміз жұп-жұмсақ болып тұрады. Міне осылай бәріне жағып шықтық. Енді жан-жағындағы қамырдың сыртында артылғандарды бетіне үгітіп, сеуіп шығамыз. Оны қолмен үгітсеңіздер де болады, немесе кішкене оқтаумен жайып алу керек. Міне тортымыз да дайын болды. Керемет дәмді тортымыз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер.